Сәлеметсіз оқушылар, 11-ші сабақ, 2-ші часть, 4-ші бөлім. Бүгінгі сабақта біз мұрын сүйегінің құрылысын қарастыратын боламыз. Мұрын сүйегі өте қарапайым орналасқан сүйек, екі жағынан бір-бірімен байланысу нәтижесінде пайда болатын сүйек. Вот мына тұрған бізде мұрын сүйегі. Бұның алдыңғы беті және артқы бетінен қарағандағы көрінісі бар. Алдыңғы беті фацис антериорда мұрын тесігі форамен назалис орналасады. Мына жерде көріне ме, көрінбей ме, бірақ осы бізде кішігірім мұрын тесігі болып табылады. Параллельно екінші мұрын сүйегінде тоже орналасатын тесік болып табылады. Давайте мен сіздерден мына сурет, вот мінекей мына жерде анық көрініп тұр, форамен назалия. Вот енді біз именно бұл екі сүйек, мынау бірінші мұрын сүйегі мен екінші мұрын сүйегі бір-бірімен байланысу нәтижесінде пайда болады дедік қой. Ол бізде мұрын аралық жік арқылы сутура интерназалис арқылы байланысатын болып табылады. Одан кейін бізде артқы бетінде торлы сүйектік жүлгесі sulcus ethmoidalisті анық байқаймыз. Sulcus ethmoidalis ол бізде артқы жағынан қарағандағы көрінісі уже мына жаққа қарай бағытталғандағы. Енді бұл не дейді? Қараңыздар, бұл жүлге арқылы алдыңғы торлы жүйкенің сыртқы мұрын тармағы өтеді. Яғни бұл жерден нерв өтеді. Именно мұрын арқылы біз иіс сеземіз. Сол иіс сезу нервін торлы сүйекке қарай бағыттайтын бас сүйектің ең соңғы 6-шы бас сүйегін деп айттым ғой, миды қоршап тұратын. Вот солған қарай бағыттайтын дәл осы жүлге арқылы екен. Вот осы бізде мұрын сүйегі, мына жерде тоже форамен назалис және де sulcus ethmoidalis анық көрініп тұр деген ойдамын. Мұрын сүйегінің құрылысы осымен тәмам.